Сәлем сұлуларым. Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді ұсақ борсақ дайындайтын боламыз. Бұл борсақтың ерекшелігі қытырлақ болып шығуында. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге ұн, сүт, тұз, разрыхлитель, қант, май және жұмыртқа керек болады. Әдеттегідей осы ингредиенттардың барлығын салып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды тынықтырып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін тағы да жақсылап тұрып илеп, тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз 5 минут тыныққаннан кейін жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен қамырымызды осылай жұқалау етіп жайып, бірдей бөліктерге кесіп аламыз. Енді кесілген қамырларымызды дәл осы видеодағыдай жіңішке етіп, лағманға дайындағандай ұзын қылып, жіп-жіңішке қылып созып аламыз. Барлығын созып алғаннан кейін майымызды қыздыра береміз. Мен тоң май мен сұйық майды араластырдым. Енді видеода өздеріңіз көріп тұрғандай, майымыз қызғанша дейін бауырсағымызды ұсақ-ұсақ етіп кесе береміз. Майымыз қызған кезде кесілген бауырсақтарымызды бірден осылай салып пісіре береміз. Достар, осы рецепт бойынша барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Бауырсақтар өте дәмді, қытырлақ әрі жұмсақ болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Барлықтарыңызға сәттілік.